Орал қаласындағы 100 жылдық тарихы бар дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернаты Ақжайық өлкесіндегі сапалы білім мен саналы тәрбиенің қара шаңырағы. Білім ордасы бүгінде оқушыларды жаратылыстану математикалық және қоғамдық гуманитарлық бағыттарда білім нәрімен сусындап, олардың ғылым мен білімге деген талабын ұштап, бағыт-бағдар беруде. Ғылымға ықыласты жас зерттеушілердің үніне құлақ түрелік. Жолының тақырыбын ойластырған болатынмын, астық қалдықтарын қайта өңдеу болатын. Яғни осы астық қалдықтарын жинау арқылы біз жануарларға эко-өнім дайындаймыз, яғни суперфуд дайындаймыз. Және осы құралдарды мектепке орнату арқылы біз болашақта балаларға кәсіп ойлап тапқымыз келіп отыр. Бұл престиж құрал, яғни ішінде бүкіл аппараты болады. Үгітуші болады, престеуші болады, су құятын қоймасы да болады. Менің жобамның аты лаб протектор роботы. Яғни бұл робот бізде химиялық зертханалар кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Бұл роботтың жұмыс істеу принципін түсіндірейін. Біз химиялық зертханалар жүргізіледі, улы газдар болуы мүмкін, спирттер болуы мүмкін, тағы да көптеген химиялық қосылыстарда бізде газдар бөлінеді. Сол кезде біздің роботымыз қасымызда қосылған кезде улы газдар бөлінгенін ол сезеді. Өзінің арнайы Arduino платформасына негізделген MQ датчиктері бар. Олар оны сезеді де сигнал береді. Менің жобам экономика бағыты бойынша, тақырыбы алу кемп. Осы жобаны істеуге маған арқау болған зат ол балалардың тиімді уақытын, бос уақытын тиімді пайдалану. Біз оларға арналған толық 4 циклды қамтитын лагерді ұсынамыз. Әрбір келген сайын 10 күн келіп кетіп, сонда жобаларын жасайды. Және де бұл жерде көріп тұрғандай 6 секция бар. 6 секцияны біз өзара ұштастырып жобаны ары қарай дамыта аламыз. Ғылыми жобаның тақырыбы Seize Time атты ойыны. Бұл ойынның атының шығу тарихына келсек, ол лави момент немесе уақытты бағындыр деген сөздерден шығады. Яғни бұл ойынның уақытқа белгілі бір қатысы бар. Ғылыми жобаның өзектілігі мен мақсатына келсек, ойыншы тарихи білімдерді игеру болып табылады. Қазір білеміз, көптеген жастар өзінің көп уақытын ойын ойнаумен өткізеді. Және бұл проблеманы шешу үшін ойынға тыйым салу емес, ойынды тиімді және жақсы негізде қолдану деп ойладым. Менің ғылыми жобам тақырыбы крафтед класс, яғни шыны қалдықтарын жинап, оларға тұрмысқа, өндіріске пайдалы бұйымдар жасау. Қазіргі кезде қоқыс мәселесі өзекті болып отыр. Әсіресе шыны қалдықтары табиғатта ұзақ уақыт сақталып, жануарлар мен адамдарға өзін зиян тигізеді. Сол себептен мен шыны қалдықтарын жинап, тұрмысқа, өндіріске пайдалы бұйымдар жасадым. Бірінші кезекте біз осындай шыны қалдықтарын жинап, оларды тазалап, майдалап өттедім. Содан соң смоланы қатай компонентпен араластырып, оны шыны қалдықтарымен араластырып болған соң осындай қалыптарға құйып, оларды 24 немесе 48 сағат қатырдым. Қатырып болған соң оларды сәндеп тегістедім. Осылайша біз осындай жаңа бұйымдар алдық. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, өз ісінің майталмандары баптаған оқушыларымыз жыл сайын жалпы білім беретін пәндер олимпиадасының облыстық, республикалық кезеңдерінде жоғары нәтиже көрсетіп, мектебіміз дәстүрлі түрде үздік олимпиадалық команда аталымын иеленіп келеді. Жыл санап олимпиадаға қатысушылар саны толыға түсуде. Бұл ұстаздарымыздың кәсіби шеберлігі, бала жүрегіне жол таба білуі мен оқушыларымыздың білімге деген қызығушылығының үздік үйлесімі деп білеміз. Мұнымен қоса, дарынды балаларды қолдау мақсатында жыл сайын облыстық мектеп оқушылары арасында физика пәні бойынша Қадыржан Ұлықпанов атындағы облыстық олимпиада қоздырылып келеді. Білім мен ғылым болашақтың кілті. Олимпиада мен ғылыми жобаларға талапты жас ұрпақ ізденістің, табандылық пен жаңашыл ойдың жарқын үлгісі.
Өйткені әрбір зерттеу ғылымға бір қадам, әрбір жеңіс үлкен ашылулардың бастауы. Білімді ізденімпаз оқушылар ел болашағының тірегі. Білім алушылардың бүгінгі заман талабына сай ғылым білімге деген талпынысын ұлттық құндылықтармен шебер ұштастырып келе жатқан мектебіміздің келешегі кемел боларына сеніміміз мол.